Біз 5-ші сабақта сызықтық функцияның жалпы формуласын білдік. Бұл сабақта осы формула арқылы берілген функциялардың қасиеттерімен танысатын боламыз. Алдымен дербес жағдайлармен танысып алайық. Мысалы, адамның бойы өссе, оған сәйкес киімі де өседі деп айта алмаймыз. Бір тоқтап тұрған заводпен жұмыс жасап тұрған заводты алайық. Жұмыс жасап тұрған завод бір өнім шығарды, ал тоқтап тұрғаны бұрынғы шығарған 5 өніммен тұр. Біріншісі 2 шығарды, екіншісі әлі 5. Біріншісі 20 өнім шығарды, екіншісі әлі 5. Сол сияқты бір-біріне бағынбайтын жағдайлар бар. Тоқтап тұрған заводты X деп, жұмыс жасап тұрған заводты Y деп белгілесек, онда мынадай кестені аламыз. Ал графигі мынадай түзу сызықпен беріледі. Y-ге тәуелсіз болғандықтан формуласы X тең 5 болады екен. X тең 5 деген координаталық түзуде бір нүкте ғана болатын. Ал координаталық жазықтықта ол түзуде бейнелейді. Әрине, анықтамаға сүйенсек, бұл функция бола алмайды. Дегенмен, сызықтық тәуелділікке жатқызуға болады. Егер керісінше тоқтап тұрған заводта Y, жұмыс істеп тұрған заводта X деп белгілейтін болсақ, онда оның графигі мынадай болар еді. Y тең 5 түзуі. Демек, X тең A немесе Y тең A түзулері координата осьтеріне параллель болады екен. Сол сияқты, Y тең 0 түзуі абсцисса осімен, ал X тең 0 түзуі ордината осімен беттеседі екен. Ал kx плюс b түзуінде b тең 0 болсын. Яғни Y тең kx. K қандай мәнге ие болса да, X тең 0 болғанда Y тең 0 болады. Яғни түзу координата жазықтығының бас нүктесі арқылы өтеді. Егер K-ның мәні 10 болса, онда түзу бірінші және үшінші ширектерде жатады. Ал K теріс болса, онда екінші және төртінші ширектерде жатады. Енді бізге Y тең 5-тен 3x функциясы берілсін. Функция графигін салу үшін үлкен кестенің қажеті жоқ. Себебі, екі нүкте арқылы тек бір ғана түзу жүргізуге болатынын геометрия курсынан білеміз. Олай болса, екі нүктесін анықтасақ, қалған нүктелері осы нүктелер арқылы өтетін түзудің бойында жатады. Яғни берілген функция үшін x тең 0-де y тең 0, x тең 5-те y тең 3. Осы екі нүктені қоссақ жеткілікті. Сол сияқты y тең минус 3-тен 7 x функциясының графигін алып көрейік. Мұнда да x тең 0 болса y тең 0 болады, 3 болса минус 7-ге тең. Енді керісінше функция графигі көрсетілсе, онда x-те y-те бүтін сан болатында жерде қиылысқан мәндерін іздейміз. Бұл графикте 3-те 4 нүктесінен өтеді. Бұдан k-ны табу қиын емес. Яғни k-ның мәні 3-тен 4-ке тең. Олай болса, y тең 3-тен 4x болады екен. Сол сияқты, мынадай минус 1-де бір нүктесі арқылы өтетін түзуді қарастырайық. Сонда k-ның мәні минус 1-ге тең. Ал функциямыз y тең минус x болады екен. Сонымен біз y тең kx түзуінің графигін сыза аламыз. Және графигі берілген жағдайда формуласын анықтай аламыз. Енді жалпы y тең kx плюс b функциясын қарастырайық. Онда функция x тең 0 болғанда y тең b нүктесіне өтеді екен. Яғни b саны оң сан болса, абсцисса осін жоғарыдан, ал теріс сан болса төменнен қиып өтеді. Егер екі түзу берілсе, олардың өзара орналасуларын бірден айтып беруге болады. Мысалы, сіз ешқашан көлеңкеңізден қашып кете алмайсыз. Немесе басқаша. Ерте шыққан автокөлік пен кеш шыққан автокөліктің жылдамдықтары бірдей болса, бір-бірін ешқашан қуып жете алмайды. Бұдан не түсінуге болады? Егер екі түзудің бұрыштық коэффициенттері тең болса, онда ол түзулер параллель болады, немесе беттеседі. Ал егер бұрыштық коэффициенттері тең болмаса, онда ол түзулер міндетті түрде қиылысады. Енді біз кез келген функцияның графигі берілсе, ол арқылы формуласын шығарып ала аламыз ба? Мысалы,
координаталар 1-2 және 6-4 нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазу керек. Ол үшін алдымен бұрыштық коэффициент ұғымын еске түсірейік. К тең y2 минус y1 бөлінген x2 минус x1. Олай болса, пайда болатын түзудің бұрыштық коэффициенті мынадай. К тең 4 минус 2 бөлінген 6 минус 1, яғни 5-2-ге тең. Яғни түзудің теңдеуі y тең 5-2 x плюс b болады екен. Бұл жерден b белгісізін табу керек. Осы түзудің бойында жататын кез келген нүктенің координатасын алғанда теңдік дұрыс болу керек. Олай болса, біз берілген екі нүктенің біреуін ғана таңдап ала аламыз. Яғни 1-2. 2 тең 5-2 көбейтілген 1 плюс b. Осыдан b-ның мәні 5-8 екені шығады. Яғни түзудің теңдеуі y тең 5-2 x плюс 5-8 болады екен. Бір ескеретін жайт, y тең kx плюс b түрінде берілсе ғана, онда оның графигі түзу сызық болады. Және керісінше, егер түзу сызық болса, онда оның формуласы міндетті түрде y тең kx плюс b түрінде берілу керек. Мысалы, y тең x квадрат, y тең 3 бөлінген x плюс 1 функциялары бұл шарттарды қанағаттандырмайды. Демек, оның графигі түзу сызық емес. Кейде оқушы көп функциялардың ішінен y тең kx плюс b түріндегі функцияны таппай жатады. Мысалы, y тең 3x плюс 10 бөлінген 2 функциясы сызықтық функция. Себебі, екі бөлшектің қосындысы түріне келтірсек, 3x бөлінген 2 плюс 10 бөлінген 2 деп алсақ. Онда k-ның мәні 3 бөлінген 2-ге, ал b-ның мәні 5-ке тең екенін байқауға болады. Сонымен біз бұл сабақта сызықтық функцияның графигін сызып үйрендік және графигі бойынша формуласын тауып үйрендік. Тақырыптық тестті міндетті түрде белгілеңіз. Келесі сабақта кездескенше.